армысыздар менің YouTube тыңдармандарым. Бүгін сіздерге өмір дәурені деп аталатын жаңа әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Ей қатын, таксиші қатын, тоқта деймін, сені шақыртқан мына мен. Басына көкшіл орамал тартып алған көк көз келіншек автокөлігінің тежегішін басып дауыс шыққан жаққа көңілсіздеу кейіппен бұрыла көз салған. Жүгіре басып келе жатқан ықшам денелі жұмыр бастының киім киісі еркек, ал дауысы әйелдікі. Үстінде қызыл түс тері куртка, бұтында джинсы шалбар, екі тізесі де шұрық тесік. Шашы қызыл бояуға боялған, бірақ тәртіп жоқ. Кең даланың көзге оғаш тікен шөбіндей жөн жосықсыз қобырап кеткен. Түрінен кісі шошығандай. Чорт, таксист қатын, мені осынша жүгірткенің не сенің, а? Мен көрсетілген адрес бойынша келе жатырмын. Адрес дейді ғой тағы да. Адрес десең, міне ол осы үй. Мына тұрған коттедж. Даусы тарғылданып барқылдай шығып, кейде дөрекі еркектің тіпті ақырма есектің үніне де ұласып келе жатқандай. Не де болса лауазымды адамның, әлде байлығы асып төгілген кәсіпкердің ерке тотайы шығар деп ойлап, ары қарай сөз таластырмауға тырысты да, ол артқы орынға жалп етіп отыра кеткен сәтте қайда апарайын деді. Қайда апарсаң сонда, маған бағытты айтыңыз. Туп-тура жүре бер, құп. Автокөлік орнынан лып еткен, қаланың жалт-жұлт еткен теп-тегіс асфальт жолымен туп-тура алға қарай жылжып ала жөнелген. Сәлден соң барар бағытын да анықтап, өзі айтар деген оймен арттағы келіншекке аса назар салмай еді, кенет ол бар әдепті жиып қойып қорсылдап жылаулы кейіпке көшті. Сол сәтте ғана еріксіз айнадан көз тықты. Джинсының белін босатып, үстіндегі тар куртканы шешіп, жеңілденіп алыпты. Енді тіпті кеуде тұсын жасырып тұрған ақшайы кофтасында сыпырып тастауға бейіл. Арғы жағынан алқызыл түсті емшек қапай барақ сала көзге мен мұндалап көрінеді. Әлденеге аса қатты күйзеліп үйден шығып кеткен болды ғой бұл бейбақ деп ойлады такси жүргізуші. Мұндай сәттер маңдай соры бар қай әйелдің де басынан өтіп жатады. Осы күнгі еркектерде ес қалды ма? Қатын қадіріне жетер, бағасын білер, ақыл есі түзу ер азамат табуда қиындап кеткен кер заман. Таксиші, тыңдап тұрмын. Атың кім? Атым Шарбанкүл. Фи, дарақы қазақта атты осылай қоя салады екен-ау, мағынасы да жоқ. Ал менің есімім Лалагүл. Жақсы есім екен. Анау-мынау емес, Лала. Басқа ұлттың өкілдеріне де егер еркелетіп айтам десе де оп-оңай Лола. Оларды қайтеміз енді? Олардан бәрібір қашып құтылмаймыз. Құтылмаспыз да. Неге? Осы қазақты түсінбей-ақ қойдым. Қайсысымен тілдессең де көктен түскендей керігіп, аспандап сөйлеп тұрады. Қазір жаһандану заманы. Ол қай халықты да жұтып қою әбден мүмкін. Тіпті жұтылып та жатыр. Қалай десек те әр қазақ өз ұлтының жағдайын көбірек ойлап қойғаны бек ләзім. Елді сақтап қалу үшін ұлттық сезім деген асыл төзім өте биік тұруы керек-ақ. Ол үшін өзге ұлт өкілдері әсте ренжімеуі тиіс. Ренжуге жол жоқ. О, деді Лала, сен өзі жай бір автожүргізуші ме десем, тұнып тұрған философ екенсің ғой. Егер де есерсоқ еркегі қаптаған мына алағай-бұлағай қоғамда жай қатын таксиші боламайды бесе. Философия қайда, біз қайда? Тек өмірдің үйреткенін айтып жатқанымда. Айтпақшы, біз қайда барамыз? Барар жерді айтқанда жоқсыз ғой. Ешқайда да барғым келмейді. Ендеше есіңізге салайын. Мен такси жүргізушісімін. Бір нүктеден екінші нүктеге жеткіземін де тиісті ақымды алып қош айтсамын. Оны білемін. Білсеңіз, менің жағдайымды да ойлаңыз. Түсінемін. Такси жүргізушіге керегі ақысын төлеу. Ол жағынан қам жеме. Керек десең алдын ала төлеп қоюға да қарсы емеспін. Міне ала ғой. Емшек қабының арасынан бүгінгі алағай-бұлағай қоғамда қаласаң да қаламасаң да аса құнды бағалы көкшіл қағазды $100 суырды да Шарбанның алақанына тықты. Бұны басы деп біл, аз десең тағы да беремін. Әзірге осы де жетеді. Ендеше алға қарай заула. Қатты емес, ақырындап жүр. Асығудың да керегі шамалы. Менің міндетім кісі тасу, соған ылайық ақысын алу. Сіз мұны орындадыңыз. Енді сізге қызмет ету ғана қалды. Біздей пақырыңызға аптығып қайтем. Көлік көше шетіне де тақап қалған. Жүргізуші келіншек тағы да бұрыла тіл қатып. Жол қазір тұйықталады, ары қарай не істейміз деген. Сол жерге жеткен соң бір шетке ығыста тоқта, жарайды. Лаланың айтқанын істеді. Жол жиегіне ығысып көлікті тоқтатты. Моторды да өшірді. Енді не дер екен деген бұйрықты күтіп. Мен аз-маз мызғып алайын. Кенет
Қорқынышты түс көрді ме, тітіркенген сәбидей селк ете қалып Лала сілкіне қақшаң ете қалды. Ояна салды да біз қайдамыз деп сұрады. Жол жиегінде. Сен кімсің? Мен такси жүргізушімін. Атың? Иә, есімде, Шарбан дегенсің. Шарбан, мен саған өзім туралы айтқаным жоқ. Ықыласым жоқ десе де бір жайтты еске салғаным жөн. Ниетіңіз болмаса әуреге түспеңіз, керек емес. Мәселе ықыласта ма? Кісі деген жұмбағы көп жаратылыс. Кей-кейде көп нәрсе сенің ықылас ниетіңнен тыс жасалынып жататыны бар. Мына менің тағдырым сияқты. Сіз байқаймын ебі мен тегі қиюласа қалған озық отбасына шыққан бойжеткен сияқтысыз. Неге өкінішіңіз басым? Өкініш жоқ, олай деп кесіп айтпа. Бәрі өкініштен құралмаған. Менің тағдырымда аса бақытты сәттерде тым керемет тұстар да бар. Оның қайсыбірін еске түсірейін. Қалада туып өскенсіз бе? Қала қайда, біз қайда пақырыңа? Ауылда, туған ауылдың май топырағын басып өскен қыз едік бір кездері. Арада жылдар жылжып, бүгінде не ауылда емес, не қалада емес, бос сенделген бір тірлік. Ол аз-кем үнсіз қалды да, мен саған бар шыным мен сырымды бүкпесіз ашып салсам ба деп көңіл шешімін жасап отырмын деді өзінен өзі мейірлене сөйлеп. Ал жалпы осы уақытқа дейін жан баласына жақ ашпаған жайым бар. Оның керегі де болмаған. Айтып не қажеті бар мұндайды? Айтам десеңіз тыңдауға бармын. Тек 3 сағаттан асып барады. Ақысы да өсіп кетпей ме деп. Қанша керек, қанша уақыт тұрғанымызға байланысты. Ендеше мынаны ал. Тағы да 2 көк қағазды жылтың еткізіп Шарбанның иығынан асыра ұсынды. Жете ме? Әлбетте жетеді. Енді әңгімеңізді тыңдауға бейілмін, мен асықпай. Мына біздің қоғамда анайылау айтсам айып етпе, қию келе қоймас. Һәм орындалуы қиын көрінетін көп шаруаларды 2 бұттың ортасымен бір демде ақ тындыра салу бек мүмкін екен. Соған анық көзім жетті деп әңгіме бастады Лалагүл. Шарбан аң-таң. Жасы шамалап алғанда 30-ға енді ғана ілінген жап-жас келіншектің әрбір сөзі таудан домалаған томардай тастай. Әйелдік нәзіктіктен гөрі еркек мінезділігі басымдау. Тік айтады, кесіп сөйлейді. Дөрекілеу үн шығарып дүңк-дүңк етеді. Қорқып қалдыңыз ба? Еш қорықпа. Менің жасым 30-дан енді асса да, қысқа ғұмырымда көрген-білгенім 100 жылға пара-пар. Сонда қандай қызметте болдыңыз? Қызмет деген не тәйірі? Оның кімге керегі бара? Енді кісі өзін-өзі қамтамасыз ету үшін бір жерде қызмет етпей ме? Мысалы, менің жасым қазір 45-те, амал жоқ, күн көріс үшін такси жүргізушімін. Лала шек сілесі қата күліп берсін. Күліп алды да дереу езуін жиып қойды. Бір мекемеге жіпсіз байланып қалғандарды шын сөзім қатты аяймын деді. Ол бейшаралар әлдекімдердің басыбайлы құл іспетті. Қызметтегі басшысы айқайлап жіберсе, іннен інге тығылады. Сол да өмір ме? Қалай десек те бір кісіге бағынышты. Қоғам әу бастан солай қалыптасқан. Ортақ іс өрге басу үшін тәртіп те керек. Тәртіп дедің бе? Ерунда. Мұның бәрін ойлап тапқан ат төбелінде ғана билік басындағылар. Міне солардың басымдығы мен билігі үшін керек зат. Керек қана емес, аса қажет тетік. Барынша былығып, быт-шыты шығып, айқай-ұйқайы көбейген қоғамды басқару да қиын. Сосын да Лала тоқтап қалды. Шарбан да осыдан соң көңіл делебесі қоза түсіп, әңгімеге қызу араласып кеткен. Өз ойындағысын айтпаққа құлшынды. Ал еркіндік, ол не? Оның да шегі болмай ма? Шексіз еркіндік адамды оп-оңай адастырып орға жығып өлтіріктің басына кім кепіл? Қызылшаш бұл жолы да саспады. Темекі алып оны тұтатты да 2-3 сорып сыртқа лақтырып жіберді. Сосын былай деді. Өз еркіндігіне өзі бас иелік жасай алмаған адам барып тұрған ақымақ малғұн. Бұныңа қосылуға бармын. Осы сәтте жалт қарап, бәсе деді. Бағаналы бері маған сіз деп сыздиып отыр едің, ендігің дұрыс болды. Сен деп сөйлескен жүрекке жылы ағыс құйып, жағымды естіледі. Арадағы кедергі жойылады, еркін әңгімеге есік ашылады. Мен сен деп жібердім бе, бар кісіге тек сіз деуші едім. Оқай емес, екеуміз бүгінгі түні жүрек тілмен ғана сырласып байқайық. Ең әуел менің тағдырымды саралап салмақтайық. Қателігім де көп шығар, алайда өмірден қарпып алғаным да аз емес, тапқаным да қомақты. Сонымен бәрін неден басталып еді? Ретімен әңгімелеп көрші ғане, көңіл қоя тыңдап байқайын. Ендеше құлақ тос. Бұл сыр келістік қой, тек екеуміздің арамызда ғана қалуы керек. Уәде. Әңгіменің 1 бөлімі.